бүкіл қазақ журналистикасын, благосферасын, ионосфера, тропосфера, жалпы не бар еді түсіндіңіздер ғой, барлығын қаймағы отыр. Сондықтан да қазір енді сессиямыз өте енді 17 минутқа кешігіп басталғалы жатыр. Мен кінәлі емеспін. Өзіме келетін болсам, неге мен модератормын деген сұрақ туып отырған шығар. Шыны керек, бізде Қазақстанда білесіздер, министрлер қартайғанда сенатор болады, сол секілді жақсы спикерлер, мен секілді деген ба, қартайғанда осылай модератор болады екен. Және осы форумның ұйымдастырушылар айтты, негізі осы тақырыпты мүлдем білмейтін адам керек деді модераторға, былайша айтқанда сырт көз. Былайша айтқан кезде осы жерге қазір шақыратын спикерлерден модератордың білім деңгейі өте төмен болу керек деген талап болды. Сол жалпы халықтық кастинг бойынша мен жеңіп шықтым, сонымен құттықтап қойсаңыздар болады. Шынымен де мен ютубты менің қызымнан да аз тұтынамын. Қайрат болма адам болды көрем, анда-санда Дудтың сұхбатын, сосын білмеймін, анда-санда діни уағыз көру мүмкін болды. Жалпы Қазақстанда контентті тұтынудың да бір қызық заңдылығы бар екен. Сол Қайрат болма адам болып сериалын білесіздер ғой, ішінде +18 маты бар, анандай айтпай қойын жарайды. Жаман сөздері бар адамдардың, соны көрген адамдардың 45% артынан ары қарай жәннатқа қалай барам деген діни уағыз көреді екен да. Қазір осыған байланысты Жанасылдың да бір қызық кейсі бар. Біздегі ютубтағы қазақ контенті, қазақ аудиториясын түсіну бір білмеймін, черный дыраны түсіну деген секілді, Бермуд ұштаған деген секілді әлемдегі бір үшінші жаңалықтың бірі. Және білесіздер, Қазақстандағы YouTube қаралу жағынан әлемде 3-ші орында, мүмкін 4-ші орында. Халық саны 18 миллион болса да, бізді ойлап қараңыздар, қаншама адам күндіз-түні ұйықтамай YouTube'тан контент көріп жатыр. Мұндай рухани аштық, мен ойымша 1933 жылдан бері байқалмаған дейді қазіргі ғалымдар. Неден бұл аштық пайда болып жатыр? Неге біз ютубқа сонша телміріп қарап қалдық? Мен есіме бір советский анекдот түсіп тұрмын. Біз бәрібір 6 жыл өміріміз совет одағында өтті. Баяғыда бір түрменің камерасына 2 адам отырады, сөйтіп бір-бірінен сұрайды: сен не үшін? Сен қанша жылға сотталдың? 30 жылға. Не істедің? Адам өлтірдің. Сенші? 50 жылға сотталдың. Сен не істедің соншама 50 жылға отырғандай? Мен подводный лодкада служить еткем, содан бір күні темекі шеккім келіп, подводный лодканың терезесін ашып едім дейді. Сол секілді ютубтың терезесін ашып, біз шынымен де бір құрдымға батып бара жатырмыз ба? Пайдасы мен зиянын сол күйі біле алмай. Әлде шынымен де пайда тауып, ақшалай, рухани, моралдық, білмеймін, қандай пайда болушы еді? Шынымен де дамыған үстінен дамып бара жатырмыз. Осы сұрақтарға бүгін жауап алуға тырысамыз. Өкінішке қарай біздің сессия 3-тен 40 кеткенде аяқталуы тиіс, барлық осындай қыртынбай сөздерін қосқан кезде. Қазір жақсы адамдарды араға шақыруға тырысам. Біріншісі, Сәлем Social медианың бас директоры Александр Аксютс мырза. Қайрат болма адам болманы кім біледі? Міне осы кісі жасап жатыр. Кеше хиджабтағы әйел мастурбациясы туралы түсіндіріп жатыр. Міне, даже мен өзім еркек болсам да түсініп алдым, соны жасап отқан осы кісі. Қыса доктор зло деген секілді қысқасы Александр Аксютс мырза. Екіншісі, Атамекен ТВ-ның интернет редакциясының бас директоры Жанасыл Болатбек, қазақша Самсон Безмятежный. Қазір 4 каналы, күміс кнопканы алды, миллионнан астам адамды басқарып отыр. Қарсы сұрасаңыздар ақшасы бар қысқасы. Одан кейінгі мырзаның аты Сұңғат Өтеболатов, YouTube блогинг академиясының негізін қалаушы, YouTube платформасының ресми серіктесі. 4-ші адам бұл Анимабук ба, қалай болады? YouTube арнасының авторы, әйгілі деген кезде 2 мағынасы бар. Алдар көсе сериалдарын бәрін ютубқа салып жүрген, жасап жүрген Игорь Мягкий знак Краус мырза. Және 5-ші спикер ЗТБ медиа, соның бас директоры Алишер Базарханов. 6-ші спикер әйгілі великий грозный Алишер Елікбаев болу керек еді, бірақ өкінішке орай келе алмай қалды. Шамасы ақш елшілігі аз гонорар берем деген ойдың. Осы 5 спикер, осыған мәз болыңыздар дейміз, не дейміз? Ендеше бірінші сұрақты, бірінші сөзді Александр мырзаға берейік. Жалпы бағана енді ойнап айтып жатырмыз, шын айтып жатырмыз. Сәлем Social медиа осы бір жылдың ішінде бүкіл бір 10 жыл, қалай айтсақ болады, ұлтшыл қазақ азаматтарының үшін бір зұлымдық ордасында болып есептелінетін болды. Өйткені бүкіл вайнерлердің басын қосты, тек қана әзіл-сықақты төгіп жатыр. Жалпы осы Сәлем Social'дың 2025 жылға шейінгі стратегиясы қандай? Қазақстандықтарды 80% тупой қылу керек па, әлде білім алғызу керек па, әлде ақша табу ма? Осыны бір сұрап біліп алсақ, жалпы әр спикерлерге 2 минут регламент, содан кейін негізгі сұраққа көшеміз.
Салем создан для того, чтобы похоронить свободу слова в интернете. Ой, извините, это слова Сунгата. На самом деле, Салем Social Media за 2 года собрал больше 1 миллиарда 100 миллионов просмотров. У нас 6 миллионов 900 тысяч подписчиков в популярных социальных сетях, в том числе на YouTube. К нам иногда пишут о том, что мы оболваниваем население Казахстана, особенно казахскоязычную аудиторию. Позвольте с этим не согласиться. Каждый человек вправе выбирать то, что ему нравится. Если наш Карапаим Кайрат, первая серия собрала 5 миллионов 800 тысяч просмотров за 4 месяца, если на канале за 4 месяца собралось уже почти 500 тысяч подписчиков, мне кажется, значит, это аудитории нравится, и надо уважать то, что выбирает аудитория. Но мы созданы не для того, естественно, чтобы оболванивать. Мы наоборот, к сожалению, мы сейчас на казахстанском рынке единственный, кто вкладывает деньги в казахскоязычный контент, в оригинальный казахскоязычный контент. Кроме нас, к сожалению, в нашей стране этого никто не делает. Причина в этом одна. Почему-то наши рекламодатели, я думаю, по совету наших рекламных агентств крупных, считают, что казахскоязычная аудитория – это бедные люди, необразованные, на которых не стоит обращать внимание. Мы считаем по-другому. 80% всего контента, который делает Салем Social Media, делается на казахском языке. Мы считаем, что казахскоязычная аудитория в Казахстане рулит, как в YouTube, так и во всех других социальных сетях. Мы считаем, что это самая перспективная аудитория, с которой надо работать, которой надо давать классный контент, который надо развлекать и делать новых звезд, которые, опять же, будут обогащать этот рынок. Пока только мы этим занимаемся. Тамаша, Александр Мырза, мен тіпті қоятын екінші сұрағыма да жауап беріп кетті. Неге қазақша контентке сіздер назар аударып жатырсыздар? Менің білуімше сіздерде 80% контент қазір қазақ тілінде, иә? Дәл солай. Жалпы шыны керек, жаңа Аксиус Мырзаның бір-екі сөзінің бір жаны бар. Кейде осы Бейонсенің Инстаграмда, Ютубтағы клиптерін қарайсың ғой, адам болған соң. Сол кезде кейбір комменттердің арасында қазақша комменттер болады да, мысалы. Бейонсе Шымкентке келсе, фигураны аттай екен, алып қалайық деген секілді. Сол кезде ойлаймын да, интернет расында адамдарға мүмкіндік берді, ол комментарийде жазып отыр ғой, Бейонсенің астына, представляешь? Бірақ ол не жазып отыр? Болмаса білесіздер, осы енді опять Шымкентті ойлап қалмаңыздар, просто солай болып жатыр енді. Шардара ауданында 4 жыл бұрын мынадай жағдай болды. Білесіздер, Құрбан айт кезінде SMS тарады. Биылғы Құрбан айтқа біз қой соймаймыз, мектепке баратын 1-2 класстың оқушыларын сойып жатырмыз деген SMS тарайды. Сөйтіп білесіздер, 2 күн бойы біраз ата-аналар бала шағасын мектепке жібермей қойды. Биылғы енді қой баламыз сойып жатыр екен деген секілді. Айтайын дегенім, жалпы қазақ оқырманының енді қалай айтсақ 50-60% осындай қараңғылық деңгейде тұрған кезде одан ақша жасау, олардың білімсіздігін пайдалана отырып ақша жасау, бұл бір не емес пе, қалай айтсақ отыр, әлсізді пайдалану емес пе, қалай айтсақ отыр, инвалидқа күлу сияқты емес пе? Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бұл нәрсе оқырманға ұнап жатыр, демек не істейсіз деген секілді. Сразу түсінікті болды ма или? Да, я понял ваш вопрос. На самом деле, если говорить о грамотности, о воспитании людей, то поверьте мне, все это надо делать в семьях. Не надо переваливать на масс-медиа, и тем более на социальные сети ответственность за это. Если родители в семье не уделяют внимания грамотности и воспитанию детей, то ни одно СМИ, ни одно масс-медиа, к сожалению, вам в этом не поможет. Мы живем в современном веке, где каждый человек сам выбирает то, что он хочет потреблять. Не надо списывать на нас эту ответственность. Семья, ячейка общества, это никто не отменял. Как вы в семье воспитываете своего ребенка, так себя он потом в обществе ведет и транслирует те ценности, которые вы ему в семье привили. И когда вы видите возле школ матерящихся учеников начальных классов, поверьте, это они не в интернете эти маты услышали, они эти маты услышали в собственных семьях. Значит, на таком языке разговаривают родители этих детей. Короче, Александр Мырза отказывается брать на себя ответственность отца нации. Әркім өзіне жауап берсін дейді. Келесі сұрақ Жанасыл Мырзаға. Жалпы қазақша контенттен ақша табу мүмкін бе интернеттен? Ютубта міне осы жерде қазір 38 делегат бар деді. Қаншама ауыл аймақтан қазір қошақандар келіп отыр, Ғалымжан Оразымбет секілді. Мысалы енді жалпы бір нам бар ма бізге ютубтан? Сіз ақша тауып жүрсіз ғой? Бірінші бір ролик қойып жіберейік, қосып жіберсеңіздер. Ролик бар екен? Қысқа ғана, шамасы 30 секундтық, 20.
Это заставка Салем. Кстати, пока идет ролик, я могу вам сказать о том, что вот мне только что Genesis, Samsung Безмятежный, сообщил, скинул смс-информацию, что за 2019 год 100 казахскоязычных каналов в YouTube, их всего там чуть больше 100, они заработали $400 тысяч. К сожалению, это всего по $4 тысячи на каждый канал. Ну, не густо, к сожалению. За год. За год. Да, мендегі каналдар негізінен сол 3000 мен 5000 доллар арасында тапты. Менде негізі 2-3 канал бар, осы YouTube жұмыс істейтін. Таза қазақша. Так, ролик бола ма? Болмаса текстін айта бер. Да, все. Дауысымен қойсаңыз. Так. Ол басқа әңгіме. Так, енді ары қарай. Бұл жерде сұрақ влогерде видео түсірумен айналысатын адамды айтады. Сондықтан влогер жазылады. Ол бір. Бұл жерде сұрақ, яғни қазақ өз еркімен видео түсіріп жүргендер ақша тауып жатыр ма? Мынау соның жауабы. Ақшаның бәрі қазір вайнерлерге кетіп жатыр, әсіресе орыс тілді, және біраз вайнерлер Салем Social'да жүр, олардың жағдайы жақсы. Ол қазақ блогерлердің жағдайы осындай. Рейтингке қараса, Қазақстан аудиториясында халық подписчик санына қараймыз ғой енді. Не бар, не қаралып жатыр. 5 үздік бестікте тек телеканалдар тұр. Олар жаңа Гакку, Тойдуман және жаңалықтарға қатысты каналдар. Олар жалпы адамдар не қарайды? Бізде әдетте айтамыз, жаңа шоу-бизнеске қатысты жаңалықтар сондай нәрсені көреді деп. Екінші нәрсе бар. Кәдімгі қысқа актуалды жаңалықтар бар ғой. Мен бір мәрте зерттеу жасадым Атамекенге келген кезде. Бүкіл телеканалдарды қарап шықтым, жұрт бір тәуліктің ішінде не көреді деп. Сол кезде тұрақты түрде қаралатын нәрсенің бірі басты жаңалықтар қазақ тіліндегі. Ол мен үшін үлкен жаңалық болды, былай сырт көзге ол білінбейді. Яғни біз сол этап бойынша жұмыс істедік, сол бағыт бойынша. Ол жерде негізгі нәрсе дұрыс жеткізу, жылдамдық және басқа ішіндегі техникалық жұмыстар. Енді бұның бәрін мен не үшін айтып отырмын? Қазақ влогерлері өркенге жауап, дәл қазір ақша табады деп айта алмаймын. Ол жағы сәл күрделілеу. Ақша табу үшін сен белгілі бір жетістікке, сапаға жетуің керек. Яғни өзіңді бренд ретінде қалыптастыруың керек. Содан кейін барып саған ақша келеді. Екінші проблема бар. Бізде ақша табатын, то есть ақша саған беретін агенттіктер, жарнама табатын агенттіктер, Актив Түсімірді айтқандай, қазақ аудиториясын менсінбейді. Яғни, екі ортада байланыс жоқ былайша айтқанда. Сол ключевой жерде отырған адамдар, сол жерлерде сәл өзгерістер болып, қазаққа мамандар жетсе сол жерлерге, сол кезде барып жарнама келе бастауы мүмкін. Оны қазір ЗТБ медианың жігіттері айтады, сол салада жұмыс істеп, белгілі бір жетістікке жетіп жатыр. Бұл нәрсені қалай өзгерте аламыз? Журналистер болғаннан кейін сәл сол бағытқа өтейік. Жаңағы үздік бестікте тұрған телеканалдар осы бағытты, яғни осы шаблонды бұзуына болады. Ол қалай? Телеканалдар қазір негізінен ақшаны, яғни мемлекеттен, тендерден басқа жақтан алады. Олар YouTube'та тек өздерінің дүниесін шығарушы, жай ғана салушы, немесе отчет ретінде біреуге сілтемені беруші жер ретінде пайдаланады. Яғни оларда ол жерден ақша табу, пайда көру деген мақсат жоқ. Егер солар телеканал адамдары осы түсінікті өзгертіп, YouTube'ты болашақта өздеріне ақша келуші жер ретінде қарастырса, YouTube'қа арнайы программалар түсірсе, немесе өзінің программаларын телеканалдағы YouTube'қа сәл басқаша бейімдеп салса, сол арқылы олар өздерінің брендтері арқылы жарнаманы өздеріне тарта алатын еді. Бұл бірақ әлі бізде ешкім, Тойдуман емес, Гакку пайдалануы мүмкін, бірақ бізде әлі жоқ. Жақсы. Жанасылға бір сұрақ, бағанағы мен приколымның соңы.
бір жаннатқа қалай барам деген сұрақты іздеп жүрген жанда, қызды қалай сындырам деген сұрақты іздеп жүрген жанда екеуі бір видеоны, то есть осы екі сұрақты да бір адам көреді деген стереотип бар. Осыған сізде бір керемет мысал бар деді. Бір кейс болды, бұл жердегі біраз қыз-жігіттер білетін шығар. Таза дінмен жұмыс істеп адам жинаған 100 мыңнан астам подписчигі бар YouTube канал болды. Ол жігіт кейін шаршағандан кейін енді YouTube каналын сатты. Енді біз күттік, не болады ары қарай, оны кім сатып алады? Немене деген бір жоба сатып алды, бірден атын өзгертті, и ол жерге мүлдем 360 градус керісінше материал шыға бастады қазақ тілінде. Ал енді мен күттім, адамдар не істейді? Қазір мынадан енді діннің адамдары ғана жерде отырған. Отписка жасайтын шығарды, бір құрғанда 30%. Керісінше, ана каналдың видеосы трендте, просмотр деген ұрып тұр, подписчик саны өте көп. Қазір немене де іздеп көріңіздер, қарайсыздар, иә. Әне адамдарда андай не жоқ, қалған жоқ па, сондай басқа айта алмаймын ештеңе. Міне сіздерге барлықтарыңызға диагноз қойды, жанасыл, яғни бізде талғам жоқ, дінді де көре береді, нақты ютубқа келген кезде талғам жасамайды. Тек өзінің эмоциясын қанағаттандыратын жер. Келесі сөз бірден 360 градусқа бізде бұрылайық. Енді анимация жайлы. Неге YouTube темасында Игорь Краус деген мырзаны білесіздер, біраз қазақ журналистер кезінде сынап жазған. Неге алдар көсеуін түрі бір ұсқынсыз, оңбаған, убогий. Болмаса неге, енді қазір өздеріңіз осы егер уақыт қалып жатса өздеріңіз сұрақ қойсаңыздар болады. Игорь Краус мырзаның біздерге айтар нәрсесі бар екен. Сіз не айтасыз, Игорь мырза? Жазылмапты сценарийде просто. Я тоже могу говорить только на русском, несмотря на то, что мы делаем фильмы на казахском языке. Погромче, погромче. Чуть. Я индивидуальный предприниматель, владелец YouTube канала Анимабок. На канале, немного статистики, на канале 240 тысяч подписчиков, 230 авторских фильмов, которые принадлежат мне и моему брату. Мы работаем вместе. Это мультфильмы про Алдара Касе, это казахские сказки, это эпосы казахские. Недавний проект на тему латинизированного казахского алфавита. Сделано было 32 фильма. Каждую букву представляет персонаж анимационный. Представляет букву, звучит песня «Алфавит» для легкого запоминания детьми. Ну, приостановился этот проект, так как там не все ясно еще с буквами. Да, то есть, если мы сказали «А», показали детям буквы, дальше можно уже переходить к словам и словообразованию. Ну, пока это приостановилось. Статистика, о чем я хотел сказать. 240 тысяч подписчиков, 540 тысяч подписчиков, 250 миллионов просмотров, 1 300 000 зрителей, уникальных зрителей. В Казахстане я недавно с представителем разговаривал медиасети, да, так в Казахстане всего вот эта зрительская аудитория, да, уникальные зрители, это 10 миллионов. Так что у меня почти 15%, в принципе. Ну, что я хочу сказать. Несмотря на весь этот успех, я не могу рассчитывать на монетизацию от YouTube. Я не могу продолжать делать дальше мультфильмы. Изначально, почему я делал на казахском языке? Да, история такова, то что не было в Казахстане мультфильмов на казахском языке. Их было единицы, еще с советских времен еще что-то осталось. И мы начали их делать. То есть я пришел в Акимат, в управление по развитию языков со своим проектом, с зарегистрированным проектом, и предложил мультфильмы как альтернатива, как в противовес мультфильмов иностранного производства. Да, я предложил, давайте сделаем, отработаем мультфильмы, истории, да, которые есть в Казахстане. Это длилось какое-то время. Деньги были небольшие, там, что там выделяется Казахфильм, то есть у нас совсем другие цены. Это низкобюджетная такая вещь была.
Тем не менее, мы вкладывались и самостоятельно, вся техника была куплена, то есть на собственные деньги. Ранее мы занимались детскими книжками на казахском языке, опять же, маленькие книжки, где-то у меня порядка 100 сказок, то есть на казахском языке, вся проиллюстрирована, и в конце каждой книжечки словарик, русско-казахский словарик. Что я хочу сказать? На самом деле я всю свою вот большую часть, наверное, жизни, да, я работаю в направлении детского контента, детских продуктов. Игорь Мурза, Да. кажется, весь казахский народ сейчас расчувствовался, то есть, Да. ну, сіздің еңбегіңізге, істеуіңізге бәрін түсініп отырмыз, но сейчас у вас такая проблема, что несмотря на все это богатство, мәссар, қалай орысша әдемі сөйлеп кеттім, подписчиков, сколько материалов, да, но у вас остановились вот эта монетизация, то есть вы не зарабатываете, да? Хорошо, Получается. да, вы меня вовремя, потому что я могу говорить об этом и говорить, да, то, что мне не хватает и мне надо. На самом деле здесь СМИ, да, государственные СМИ, они говорят о том, что вот если прекратить там, если прекратится финансирование, вот эти госзаказы, они не смогут работать. Что говорят? Они это говорят, а что я могу сказать? Да, который мы 2 человека сделали фильмов больше, чем Казахфильм за всю историю свою. Сейчас, кстати, я не знаю, насколько, может быть, это как-то продвинулось. Но мы за 5 лет сделали больше, и нас нет на радарах, вы нас не знаете. Да, вот люди, которые даже вот сейчас спикеры, да, они меня увидели, они видели, может быть, фильмы, а может и не видели. Извиняюсь, да, я не знаю, как вот вы, представители СМИ, вы знаете меня или не знаете, если знаете, меня на улицах люди узнают, но от этого монетизация никак не меняется. Да, я зарабатываю с Ютуба 500, я не могу сказать, что это заработок. Это просто, идет, да, вот такая плюшка. Да, все приятно. С рекламодателем я не могу работать, потому что в детский контент не идет рекламодатель. Не идет, я и сам где-то противник этому. В детском контенте, в детских мультфильмах не должно быть рекламы. Я считаю, что человек должен, ну, в смысле, творческий, вот, фильм, кино, мультфильмы, да, они должны с просмотров зарабатываться, не с рекламных просмотров. Ребенку не нужна эта реклама. А именно вот, если государство видит, вот у меня такое количество, у меня 10 миллионов просмотров в месяц. Это я средства массовой информации, я могу вещать все, что угодно. Но я делаю мультфильмы, и только на этом я стою. Я делаю то, что я могу, то, что хочу, то, что умею, и еще недостаточно умею. Потому что это процесс такой, нужно работать и работать и работать, нарабатывать руку. Есть такие мнения о том, что вот американцы там делают, ну, Голливуд делает мультфильмы. Я делаю за $1 000 000, они делают за сотни миллионов долларов этот мультфильм. «Маша и медведь» — успешный проект, замечательно. Я первые мультфильмы делал, Элдар Касы, в 2009 году, сделал 5 мультфильмов всего. Я на студии Анимакорд, да, делал анимацию, используя их актера, то есть это костюм, система макап. Да, и в 2010 я году уже купил, я съездил в Голландию и купил себе. И потом начал вот это уже производство. Короче, я с ними работал. Пытался через них как-то выйти, ну, чтобы развиться лучше, но не прошло. Игорь Мырза, Да, я заболтался. нет, вы знаете, вот любой бір турецкий сериалдың ішінде бір ортасында бір адам жылайтын бір сентиментальный момент болды. Біздің секцияның ортасында осылай запланированы сценаристер, что ең драматичный сентиментальный тұсы осы. Қазір Игорь Мырза, одну секунду. Әлішер отыр, Сұңғат отыр, кім отыр тағы? Жанасыл отыр. Не істеуге болады? Қазір Анимабуктың YouTube каналы осынша подписчик, осынша материалмен тоқтап қалды. Ақшасы мүмкін Игорь Мырза бір құпияны білмей отырғанша, бір фишканы білмей отырғанша, бір 5 секунд айтып өтсеңіздер. Сосын Игорь Мырза бастасаңыз болады? Мен айтып кетсем, менің атым Алишер, СБ Медиа. Вот. Бізде көптеген каналдар бар, және блогерлар бар. Бірақ олар вот қазақи блогерлар бізге келеді, айтады, бізде ақша жоқ, не істейміз, қалай келеді ақша, вот орыстың бір ашым дегенде ақша деген келіп жатыр, миллиондап келіп жатыр дейді. Бізге келген кезде біз ойлаймыз,
сенде вот үлкен деген миллион подписчигің бар, миллион охват сенде, миллион просмотр. Қалай сенде ақша таба алмайсың деген сұрақтар ойлар келеді да, оларға бізге айтамыз. Бізде мысалы ZTB медиада көптеген компаниялар бар, үлкен компаниялар, Coca-Cola, Pepsi-Cola деген сияқты, солармен бірге біз сотрудничать. Сондықтан, мысалы да вот Игорь Краусқа мен оның алдында айтып кеткем, бірге давай жұмыс деп. Қазір көмек береміз, енді келесі кезде енді көреміз, жұмыс істеп, қалай реклама, ақша келе ме, кейін көреміз енді. Бірақ мен ошақта айтып кететін, бірақ вот Маша Медведь дегеніміз мысалы, ол әлі күнге дейін жүріп жатыр. Маша Медведьте бірнеше түрлі там продукттар қолданылады, орыстың продукттары. Бізде де мысалы қазақтың продукттары өте көп, мысалы алдар көсе жасап жатыр, мысалы жақында таза деген мысалы аяқ киім шығады. Сол таза деген біздің қазақи, мысалы Шоқан Sweets деген бар. Шоқан костюм сатады, қазақи костюмдар. Солардың бәрін қолданса болатын еді мысалы да шы. Біз осының бәрін мысалы Игорь Краусқа көмектесіп, мультфильмға кіргізтіп, оны көрсетіп, қазақи өмір қалай болып жатқанын, қазақи брендтар қалай жүріп жатқанын біз енді күшті емес пе, алдар көсе деген анау айдаудан келе жатыр, алыстан там. Біздің енді қазақ халқымыз енді басталып келе жатқан кезден басталып жатыр да. Сол кезден бастап мысалы бренд бізді қазақ екенін көрсетіп жатыр да. Мысалы Шоқан мен сол кезден бастап келе жатыр деген өте история. Это упаковка дейді ғой бизнеста. Сол упаковкаға өте жақсы көп зат беруші еді мысалы да. Мультиктарда қолданған мысалы да. Бұл түсінемін қазір маркетинг деп аталады и пиар деп аталады. Маркетинг бізде мысалы біз маркетинг ақша құйдық па, ояқтан ақша келу керек обратно. Пиарда бізде ақшаны қуаламаймыз. Пиарда біз атты қуалаймыз, брендті қуалаймыз. Әлішер, сонымен мен үлкен компаниялармен сотрудничать етуге көмектесем деп айтып жатырмын. Жаңа Pepsi-Cola'ның рекламасын мысалы алдар көсе Pepsi-Cola'ны ішіп жатқан сөйтіп болады, иә? Все, Игорь Краус, можете уже поздравлять вас. Жанасыл, Сұңғат, бір-екі ауыз сөз сонымен. Әлішермен бірге жұмыс жасау керек, шешімін сол. Сұңғат. Сәлеметсіздер. Менің ойымша каналдың егер мүмкін болса... Нет, третий эксперт. Вам помочь просто хотел. Егер мүмкін болса, каналдың атын өзгертуге тырысу керек. Анима-бук деген атты қазақ тіліне ешқандай мән бермейді. Өйткені біз іздеген кезде қазақ ертегілері де іздеуіміз мүмкін, қазақ тілді ата-аналар. Ал ағылшын тілінде өте сирек кездеседі осындай сұраныстар. Әрине ол бренд деп сіз мүмкін қазір бұны қабылдамайтын шығарсыз, бірақ кеңес ретінде біле жүрсеңіз. Екіншісі, енді бәсекелестікке байланысты. Мысалы, кішкентай бала әке-шешесі қандай мультик қойып береді, соны қарап бастайды. Бірақ бірінші видеодан кейін екінші, үшінші видеоны ол динамикасына қарай таңдауы мүмкін. Мысалы, енді сіз ренжімеңсеңіз, бірақ қазіргі көріп тұрған картинкамен Маша и Медведь, әрине сіз айтып жатсыз, олардың қаржылары бөлек, біздің суммамыз бөлек, біздің сапамыз әртүрлі деп. Бірақ егер мүмкін болатын болса, кішкене динамичнылау видеолар түсірсеңіздер, және озвучканы терең, көне қазақ тілімен емес, кішкене былай жалпақ тілмен сөйлесетіндей қылып. Себебі біздің балаларымызды әрқайсысын ақын қылайын деп жатқан жоқпыз жай күнде. Олар сөйлеген кезде жай қарапайым тілмен сөйлеп үйренсе, сіздердің мультиктеріңіз арқасында, ол уже Сосын. У нас очень бытовой язык на самом деле. Игорь Мырза, потом последний вопрос, потому что у нас секция тренды в Ютубе, у нас анимация оқытты. Бірақ солай запланировано дегенсің ба, в любой непонятной ситуации. Маша Медведьті көп айтылды, білесіздер, феномен, мысалы мен осы жақында Дубайда деген, ояқта да Маша Медведьтің кукласы жүр. Жалпы осы Маша Медведь секілді неге бізде хит тумайды, және мүмкін алдар көсе, мысалы алдар көсе және Маша деген секілді, мысалы алдар көсе Машаның әкесі болып шықса деген секілді бір коллаборациялар істеуге бола ма, мысалы, в будущем? Я предлагал анимакорду еще в 2010 году. В 2010. Но они отказались, у них свой проект. Россия отказалась? Да. Еще говорят, братский народ, да? Да, я обиделся на них. На самом деле, вот Сұңғат может сказать, как бывший руководитель агентства Air, вот скажите, как специалист по YouTube, насколько сейчас реально вкладывать деньги в детский контент в YouTube? Это интерес или вы мне мстите как-то за что-то? Нет, почему? Это мне очень интересно. Ну просто первая колкая шутка такая была, окей. По поводу зарабатывания денег на детском... Қазақ тілінде сөйлесем, кешіріңіздер, мына кісі баста жүр. Негізі, әрине, анимация және балаларға арналған контент өте жақсы табыс әкеледі, бірақ белгілі бір уақыттан бастап, нақты айтатын болсақ, 10 желтоқсаннан бастап осы
Қандай айтты? Монетизация деген функцияны детский каналдарға, балалардың каналдарына өшіріп тастады. Ол үлкен соққы болды. Бұл жағдайды туралау үшін енді кішкене басқа сәл-пәл оңайырақ жолдарын табу керек. Енді мен сізге қазір отырып бүйтіп бір қарағаннан жалпы күшті бір кеңес бере алмаймын, ол жағынан ренжімеңіз. Мүмкін осы біздің сессия біткеннен кейін жеке кездесіп, сөйлесіп бір шешімге келуге болады. Сұңғатқа сұрақ қоюға ма? Жаңағы детский контентті қазір YouTube бөлек шығарып жатыр ғой, Kids деп, жеке приложениеге. Ол жерде монетизация бар ма? Ол жақта монетизация бар, бірақ тек қана YouTube премиум деген подписканы қолдансаңыз ғана. Ол әлем бойынша 20 миллион ғана кісі қолданады. YouTube'тың бір айдағы көрермендерінің саны 1 миллиардтан астам адам. Сол себепті одан көп ақша таппайсыз. Және де YouTube Kids'ке түсу үшін сіздің видеоңызды өзінің бір цензден өту керек. Енді YouTube'тың жаңағы редакциясы сияқты. Әлішер мырза, сіздерге енді жалпы сұрақ, мына жердегі барлық адамға қызық болу үшін қараңыздар, осы жерде бүкіл ауыл аймақтан, ауыл аймақ деген не ол? Жалпы Қазақстанның әр түкпірінен қаншама керемет журналистер келіп отыр, цвет нации дейміз ба. Орташа айлықтары приблизительно қазір мен білем, осы жерде бір 100 мың теңге алады, бір 150 мың теңге алады, 200 мың теңге алады. Мысалы, осы журналистер материалдық баю үшін, қаншама рухани білімін YouTube-қа салу үшін, міне журналист, бұлар енді балалар контент жасай алмайды. Бұлар не істесе болады YouTube-ға келіп? Қандай контенттің түрін жасаса болады? Бірінші Әлішер мырза жауап берсе, сосын басқалар қосылса, пожалуйста. Бұл жақта ол естіліп отыр ма? Ну, бұл жақта адамдардың өздеріне байланысты. Әлішер потом. Өздеріне байланысты, өйткені бізде көптеген блогерлар мысалда келген кезде айтқан, айта кетейін, саны қанша алады екен айына да 300 мыңнан 400 мыңға дейін алады айына. Біздің қазақи блогерлардың өздері. Орыс блогерлар біз енді миллионға дейін жетеді оның бәрін сатқан кезде айына. Бұлай енді өздеріңіз бағаны көріп жатырмын. Қазақ тілінде қазақ СМИ-ға осын жасамайды, мынаны жасамайды, мынаны жасамайды дегендіктен мен ойым ондай емес. Если сіз бір жақсы бір контент жасай кетсеңіз, СМИ-дің өзінде бізде ЗТМ-дің өзі СМИ да, мысалы да, бірақ та біз өте көп ақша жасаймыз осы. Бір каналын айта салсам, ЗТБ KZ мысалы да айына 1,5 миллион жасайды, бір пабликтің өзі ғана. Ол қазақи пабликтің өзі. Біз қазір ЗТБ Қазақстан деп қазақ тілінде жазып жатыр. Тағы да ЗТБ Қазақстан деп латын тілінде жазайын деп жатыр қазір енді. Соны мен ойлаймын, СМИ ретінде сіз шықсаңыздар да, оның бәрі ешқандай уайым жоқ, проблема жоқ. Бәрін жасай беруге алдыға компаниялармен сөйлесе білу керек бұлақта. Соны сата білу керек та адамда. Сата алсаңдар, бәрін жасайсыздар деп ойлаймын. Бірақ та сату білмейтін адамдар, мысалы Игорь ағамыз біздің сата алмайды деп ойлаймын. Сондықтан осындай медиалар бар, мысалы ЗТБ медиа, Камаладин медиа деген бар, 21 бар, мысалы Юфрейм жасайды. Олардың бәріне соларға келіп сөйлессеңіздер, мысалы да сіздерге ертең көптеген мысалы компанияларды әкеліп бере алады. Сондықтан осындай компаниялар көбейіп жатқанына қуаныштымын. Бізге келіңіздер, көмектесеміз сізге. Жарнама болып кетті дегенсің ба? Сұңғат мырза, осы Әлішердің сұрағынан туатын сұрақ. Мысалы, осы жерде мен мысалы айталық, иә? Сіздерге жүгінбей-ақ партнер компания сіздерге түсінікті болу керек. YouTube деген бар Америкадағы, жаңағы. Сіз барсыз, ортада Дедал бар. Мына Жанасыл секілді, Сұңғат секілді, Әлішер секілді. Мысалы, сіз YouTube-тан 100 миллион тауып жатсаңыз, 30 миллионын осылар алып қалады. 70-30 енді әркім келіскенде байланысты. Мысалы, сіздер секілді Дедалға жүгінбей-ақ мен YouTube-пен тікелей ақша табу мүмкіндігі қалай осы? Сіздер әйтпесе өздерін жарнама жасап, bizsiz болмайды деген секілді. Мүмкін басқа да варианты бар шығар. Тікелей YouTube-пен жұмыс істеу, возможно это или нет? Әрине, тікелей жұмыс істеп ақша табуға болады. Және біз ешкімге бізбен жұмыс істемесең ақша таппайсың деп айтпаймыз, ол енді рас емес. Егер сіздің видеоңыз халыққа уже енді халықтың қызығушылығы бар болса, бізбен жұмыс істегеніңізден сіз кішкене былай көбірек табуыңыз мүмкін. Опять ол да былай қысқа уақытта болуы мүмкін. Неге? Себебі сіздің аудиторияңыз сізді осы сәтте тауып келіп қарап жатыр, сіз ақша тауып жатсыз. Мүмкін біз өзіміздің осыдан бұрын болған тәжірибеміз арқасында кішкене сіздің көрімдеріңізді көбейте аламыз, бірақ ол сіздің каналыңызды 360 градус артқа қарай бұрып тастаймыз деген сөз емес. Яғни сіздің бағытыңызды өзгертпейміз, просто оның жақсырақ дамуына көмектесеміз. Ал тікелей жұмыс істеуге бола ма десеңіз, әрине болады. Тамаша, білесіздер ме, мынау әр адамның бір ұлттық сана сезімі әртүрлі деңгейде ғой. Мысалы, менің ұлттық сана сезім менің бір нәскиім деңгейінде. Неге деп ойлайсыздар? Өйткені менің нәскиіме қараңыздар, ұлттық ой өрнекті. Енді мен өкінішке қарай енді әлі көтерілген жоқтар, тізеден жоғары қарай. Өте черный юморды қабылдаңыздар. Просто айтайын дегенім, Александр мырза, әзіл-сықақ, юмор, вайн, жыныстық тәрбие, қайрат адам болмадан басқа. Жалпы
негізгі аудитория қазақ халқының сана сезімін, білім деңгейін, таным көкжиегін кеңейту үшін сәлем social алда бір нәрсе істеу мүмкін бе? Яғни мысалы осы отырған міне қараңыздаршы, қаншама потенциалды пайдалануға мүмкіндік бар ма сіздердің тараптарыңыз? Әлде ол сіздердің концепцияларыңызға сай келмей ма? То есть үміт жоқ па деген ғой? Ну, на самом деле, все, что делается на казахском языке в Казахстане, в Ютубе заходит хорошо. Потому что у нас очень много пустых ниш, они не заняты, но просто надо на все смотреть объективно. Ну, тем более здесь собрались представители масс-медиа, люди, у которых обычно очень хорошо работают мозги. Когда вам рассказывают представители Ютуба о том, что вы сможете зарабатывать хорошо на Ютубе, это неправда. Самый яркий пример, почему агентство Air в Казахстане закрылось. Нет, видите? Ну, скорее всего, из-за того, что вы просто как бизнес несостоятельны здесь. К сожалению. Тем более YouTube еще сделал так, например, он вообще сейчас нельзя разместить казахскоязычный ролик рекламно официально через YouTube. Но вот Genesis у них получается на 7-й раз, обходя их новые правила, как-то размещать эти ролики. Для YouTube Казахстан как бизнес не интересен. Яркий пример тому, что как раз они отказались от размещения казахскоязычной рекламы для Казахстана на казахском языке. Ну, это нехорошо. Поэтому на самом деле контент заходит любой, классно. Но заработаете ли вы на этом, это большой вопрос. Единственный путь — это рекламные интеграции. Но опять же, по правилам YouTube ты должен отмечать, есть ли у тебя в твоем контенте рекламная интеграция. И если ты это не отмечаешь, ты обманываешь YouTube. Это было с 1xBet, который там на протяжении нескольких лет спокойно размещали, и у них это прокатывало, но рано или поздно YouTube это вычислил, и всю рекламу с 1xBet, интегрированную в видео, просто удалил. YouTube ввел правило новое вот в конце прошлого года, что они оставили за собой право удалять контент, который не представляет для YouTube коммерческого интереса. Вот так вот. Жарайды. Қазір келе жатырмын, микрофон келе жатыр. Енді қуандық ағаның жасын сыйлап не отырмыз, әйтсе соңынан. Сіз жаңа айттыңыз, мысалы, жеке адам өзі біз сізде жұмыс істей білуге болады. Сонда каналды қалай ашады? Соны бір нақтылап айтады. Жеке адам өзі каналды ашқысы келді, жаңа сіздердің жұмыс сияқты істегісі келеді. Ал не істеу керек? Соны бір анықтап айтшы. Аға, мен сізге бұл сұраққа өте толық жауап бере аламын. Егер сіз осы сессиядан кейін қалатын болсаңыз, өйткені менде арнайы осы жерде воркшоп бар, мастер-класс бар. Сіздің сұрағыңызға толық нұсқа жауап беремін, әр сұрағыңызға. Осыдан кейін жарты сағат Сұңғаттың презентациясы бар. Шәмшімұрат аға, осыдан кейін. Қазір Сұңғаттың шынымен де қазір енді мастер-класстың алдында өзінің ұсынатын қысқа ғана презентациясы бар екен. Сұңғат, дұрыс қой, иә? Өте қысқа түрде баяндап өтсеңіз. Презентация. Экранда. Жарайды, кешіріңіздер. Жақсы аудио комментариймен, то есть адамдар түсінбей қалуы мүмкін. Экранға назар салыңыздар. Мына жерде барлығы орыс тілінде болғанмен, бірақ өздеріңіз енді қазақшаға аудара аласыздар деп ойлаймын. Қиын болып жатса мен де аударып беремін, жарай ма? Контенттің категорияларына сай біз 2019 жылдың бірінші кварталына сай ақпаратты алып, ақш мемлекеттері, ТНД мемлекеттері және Қазақстан бойынша кішкене бөлдік. Қайсысында қандай тип контент көбірек қаралым жинайды екен. Осыған қарап біз Қазақстандағы жаңағы неге YouTube осылай дамып келе жатқаны соған байланысты жауап алуға болады. Біріншіден музыка деген неге келетін болсақ, так, ең көп енді бірінші ақш көрсетіледі, сары, екінші ТНД мемлекеттері, Қазақстан алып тасталған, және үшінші орында міне қазір басылмай жатыр. Қазақстан. Проценттеріне мән бермей қойыңыздар, просто қазір қарап отырыңыздар. Байқасаңыздар, Қазақстан жаңағы екі мемлекетке қарағанда музыка контентті азырақ қолданады. Сосын әзіл. ақш-та өте көп, ТНД мен Қазақстанның несі примерно бір деңгей деп айтуға болады. Сосын былай развлечение контент дейді ғой, ақш-та өте көп осындай контентті қолданады, одан кейін Қазақстанда өте көп. Ал ТНД мемлекеттерінде развлечение деген, развлечение қазақшасы қалай болады, ойын-сауық бола ма? Көңіл көтеру, иә. Көңіл көтеру. В общем, түсіндіңіз ғой, әркімнен развлечение ғой. Бұл ТНД мемлекеттерінде бізге қарағанда азырақ қолданылады. Неге? Себебі бізде жаңағы Алексей Саландар мырза айтқандай, Қазақстанда шынымен де көп нишалар бос.
бұл кісілердің және басқа кісілердің жасайтын контенттері көбінесе осы развлечение сферасында болғаннан кейін қай тілде қандай контент бар, сол контент қолданылады. Егер өздеріңіз байқасаңыздар, бізде қазақ тілінде музыка да бар, қазақ тілінде әзіл де бар, қазақ тілінде басқа нәрселер бар. Телевизиялық шоуды егер еститін болсақ, ақш мемлекеттерінде көп қарамайды, бірақ Қазақстанда өте жақсы көреді. Кез келген жаңағы, одан кейін бөлек шығарып қойғам, жылтуха деген енді жаңағы өсек, регистраторларға түскен жаңағы ДТП, авария, солардың видеолардың барлықтағы осы жылтуха дегенге жазып қойдым, енді өзім жазып қойдым. Қараңыздар, мысалы бұл өте бізге нашар статистика деп айтуға болады. Қазақстандық адамдар сондай ақпарат өте жақсы көреді. Сонда телевизионный шоу, одан кейін жаңағы әзіл сауық, одан кейін жаңағы жылтуха деген контент өте көп қабылдаймыз. Білім алу жағынан онша емес. Мысалы, ақш мемлекетінде көп болса, ТМД мен Қазақстанда 2 есе аз деп айтуға болады. Бізде ешкім қазіргі таңда білімге құштар емес. Егер құштар болса да, былай тез нақты өзінің сұрағына жауап іздейді. Мысалы, маған бүгін дипломный работа тапсырды. Білім емес, ғылым деп тұр ғой. Білім ғылым, наука и образование деген, просто образование деген ұзын сөз сыймай қалды да, содан кейін наука деп жазып қойғам. Сымға тез бізде уақыт өте. Жарайды. Және ең соңғысы технология. Технология жағынан қайттан басқа мемлекеттер бізге қарағанда әлдеқайда алда, біздің мемлекеттер өте аз қолданылады. Енді бір күннің ішінде әр мемлекетте қандай контент қабылдайтынын көрсетейін сізге. Мына кликер басылмай қалды ма, әлде мен қобалжып тұрмын ба? Ой, әке. Қысқасы біліп тұрсыздар ғой, бізде қалаулым көп көріледі, сосын Қайрат Нұртас пен Нюша не болды деген контент көп көріледі тұрсыздар ғой, ең қатты көрілетін нәрсе. Иә, міне. Сосын американдық кісілер қанша ақпаратты қабылдайды? 15% ол юмор. Мынау кликер басылмай тұр, а то мен өзі уже басып жатырмын. Жаңағы наука, образование, өздеріңіз айтқанда ғылым мен білім. Музыка, технология деген сияқты басып жатырмын, басылмай жатыр. Қазір көрсетемін, ең қызығы, мынау ТНД мемлекеттері мен ақштың жаңағы пирогтары примерно бірдей диаграммадан. Бірақ Қазақстанға жеткен кезде көресіздер, жағдай мүлдем өзгеше болады. Мынау Қазақстан, Бірінші орында ТВ-шоу 14% қарайды, яғни біз телевизорды жақсы көреміз, соны қарап отыра береміз. Ана жақта болған нәрсені өткізіп алсаң, келесіне ютубтан қарай саласың. Сосын жаңағы неше түрлі жылтуха, ана мен мынау ажырасып қалыпты, біреу соғып кетті, авария, өсек қой енді біздің өкінішке орай. Сосын жаңағы развлечение, наука, другое и технологии. Бұл не деген сөз? Бұл біріншіден нишалардың шынымен де көбісі бос болуы, бірақ екіншіден адамдардың осындай ақпаратқа тезірек құштарлығы. Сол себепті осыған мән аудару керек. Егер сіздер басқа мемлекеттерге қарап, сол нишаларды просмотрлар, яғни көрілімдер әлдеқайдан көбірек болу керек екенін біліп, сондай контент жасасаңыздар, тек қана развлечение ең оңай деп жасамай, онда сіздердің қаралымдарыңыз әлдеқайда көп болады. Сосын енді мынау статистика, бұны просто қарайсаңыздар болады. Әлем бойынша бірінші орында негізі музыка. Енді ол неге екенін өздеріңіз білетін шығарсыздар. Музыка өте қысқа видео, және оны көп рет қайталап қара беруге болады. Бұл ақпараттың барлықтары сіздерде кейінірек жаңа презентация ретінде болады деп ойлаймын. Қазір мен уақыт алмай қойын. Былтырғы жылы не өте танымал болды, өте көп. Интервью мен подкасттар өте көп болды. Әр адам вдуйтпін деп өзін есептеп интервью ала бастады. Ең қызығы, бұл контент 1 жылдан кейін, ары кетсе 2 жылдан кейін, 1-2 жылдан кейін бұл тип контента бірден төмен түседі. Себебі қонақтар, бір кісілер бір интервьюдан екіншісіне барып, үшіншісіне барып, айтатын әңгімесін 4-5 реттен қайталай берген екен, ешкімге қызық емес, жаңа эксклюзив жоқ. Екіншіден сен уже басқа қонақтар таппайсың. Сосын екінші өте көп болып жатқан контент адамдардың арасында издевательское шоу деп айтып қойдым мен өзім. Енді онда аты жоқ. Бірақ ол адамдарды жаңағы неше түрлі қиын жағдайларға қойып, оларға ақша береміз деп жаңағы оларды тоқпен соғу, бетіне жұмыртқа лақтыру, неше түрлі сасыған нәрселерді бетіне тастау деген сияқты нәрселер. Иә, мына кісі сондай жасайды енді. Және үшінші тағы да бір тип контенті өте көп болған, ол быстрое копирование микротрендов деген шетелдегі трендтерді бізге тез
қабылдап алу. Мысалы 24 сағат бойы судан шықпау деген тренд болды. Ондай видеолар өте көп болды. Әрине енді тура Қазақстан демей ақ қояйын, бірақ Қазақстанда да соны қайталаған блогерлер бар. Егер қазір іздейтін болсаңыздар тауып аласыздар. Сосын тағы да анау Инстаграм мен басқа жермен жүретін трендтер болады. Мысалы Адель челлендж деген білетін шығарсыздар. Тура сол нәрселердің барлығын біз қайталаймыз. Әрине Қазақстанда да бір-екі тренд шықты. Солардың біреуі ана судың бөтелкесін теуіп, қазақстандықтар ашып, сосын әлемге тура Димаш сияқты әйгілі болды. Болды Өркен. Тамаша, Сұңғат мырза. Жалпы біздің секцияның тақырыбына сай келген дүние болды деп ойлаймын. Өйткені біздің секциямыздың тақырыбы YouTube платформасына жергілікті және әлемдік трендтер болған. Көрдіңіздер ғой, әлемдік трендтерді біздің деңгейде қалай қайталадық, немесе қайталай алдық деген секілді. Қазір бір-екі сұрақ көрермендердің арасынан қойып алсақ, бірақ сіздердің сұрақтарыңыз анау Сатыбалды Нарымбет деген журналист бар ғой, Мұстафа Шоқай фильмді түсіргеннен кішкене қатты жұмыс істегеннен жүрегі ауырып қапты да, кішкене больницада жатса, бір журналист қоймай қойды енді. Біз сізге келіп сұрақ қоймасақ болмайды, сұхбат алмасақ болмайды. Сонымен жіберген ғой палатасына, жүрегі ауырып жатыр. Содан журналистің бірінші сұрағы мынандай болды дейді: Мұстафа Шоқай фильмі кім туралы деген. Сол кезде Сатыбалды Нарымбетов ағамыз айтады, екінші рет инфаркт алдым дейді, өзі инфаркт алып жатыр ғой жұмыс істеп. Сол сияқты болып қалмасын деген ғой қазір енді сұрақтарыңыз. Енді YouTube не деген не ол, ода не істейді, килограмм қаншадан емес. Нақты бір 3 сұраққа рұқсат берейік, одан кейін жалғасамыз. Өйткені бізде уақытымыз бір 20 минуттай қалыпты. Жарайды, жарты сағаттай. Бір ортасында кішкене сергіп қалыңыздар. Сұрақ, Шәмші Мұрат мырза. Тұрсаңыз да болады, аха. Мурат Шәмші, я про вас практически написал статью в 2012 году. Да. Там... Не читайте. Қазақша етем бе, орысша етем бе мен? Во-первых, қазақша ете берейін бе? Біріншіден, бұны Игорь Краустың, қазақтың ертегісін алдар көшеді мысалы да. Басқа ұлт өкілі жазып отқанға біріншіден сүйсіндім. Сізге рахмет. Екіншіден, жаңағы не үшін алдар көсе және персонаждар ішіндегілердің бәрі неге өте қорқынышты, анан бала түгіл мен қорқамын. Бір әдемілеу, бір более әдемі симпатичный болса болады. Страшный, как испугался. Это уже вопрос, Игорь Мурза. Микрофон. Нет, микрофон, не наушник, микрофон. Я волнуюсь. Да. Хорошо. По поводу хорош персонаж или не хорош персонаж, на мой взгляд, он хорош. Да, и люди узнают в этих персонажах себя. Да, если вам он не нравится, то он, может быть, соседу вашему нравится. Они замечательные персонажи. Где вы? Ну а что, волк, ну погоди, хорошо, возьмем красивый волк или что? Да, или Шрек, красивый Шрек. Это анимационный персонаж. Он рассказывает историю, да, детям нравится, все прекрасно. Может, там бородавка где-нибудь, там еще что-нибудь в неправильном месте. Я извиняюсь, может, добавлю, Игорь как художник сразу обиделся, но на самом деле вот те мультики, которые вы смотрели, они были созданы 5 лет назад. Тогда уровень графики компьютерной не был еще таким продвинутым. И если сравнивать с современными мультиками, естественно, они на контрасте выглядят, что графика хуже. Но это вопрос в том, что это просто мультики. На тот момент, когда они были очень, скажем так, современными и востребованными. Нет, и требуется для разработки персонажа, требуется время, требуются средства. Вот меня остановили на анимакорде, да, $200 000 стоил у них один фильм. Они делали его 4 месяца. Вот первые фильмы, когда они еще только первая десяточка, да, они делали вот так, а мы делали то, что я говорил, за миллион. Екінші сұрақ, Игорь мырзаның просто әсемдік жайлы өзінің көзқарасы сондай енді, ренжімеңіздер. Келесі сұрақ. Аты жөніңіз, сосын сұрағыңыз. Как учиться деген подкаст. Менде 2-3 айтарым бар. Игорь Краус мырзаға айтарым. Игорь Краус мырза, сізге краудфандинг деген технологияны қолға алу керек сияқты айтып өткенде Patreon'ды
Patreon'da aldık. Бірақ Patreon'da Қазақстандық қолданушылар аз келеді. Сондықтан да осы жерге осы форумның демеушісі болып отырған Каспий KZ банкіне ұсыныс айтар едім. Сол Patreon сияқты құралды Қазақстанға қосса. Өйткені жаңағы Каспийден Каспийге ауыстыру деген оңай, бірақ саған каналға қосу бір технологияны бір достастыру керек, краудфандинг. Возьмите себе на вооружение технологию Patreon. Если вам будет удобно, я могу объяснить вот после вот этого свои варианты. Второе, хотел добавить. Сұңғат мырза, сіз жаңа көрсеткен панеліңізде, презентацияңызда жазып қойыпсыз. Интервью және подкаст деп. Мен сізге атап өтіп осы жерде сіздерге айтар едім, подкаст деген YouTube-та болуы ол қате түсінік. Подкаст деген технологияны сіздер дұрыс түсінулеріңізді сізден сұрайтын едім. Подкастты YouTube-да неге подкаст емес? Подкастинг деген ол аудио немесе видео болуы мүмкін, бірақ подкастинг деген технология ол сол контентті жеткізу құралы. Бөлек аудио немесе видео ол өзі дара подкаст деп аталмайды. Ол технология екенін дұрыс түсінсеңіздер. Сұрақ бар ма сізде? Сұрақ менде Актюшев мырзаға. Актюшев мырза, сіз егер де YouTube, WhatsApp-ты мемлекет немесе түбегейлі жауап немесе тежеп жатқан орайда сіздің ұстанған политикаңыз қалай болады? Сіз соны қолдайсыз ба немесе қарсы боласыз? Сол, рахмет. Извините, не допонял. Политика в отношении чего? Поддерживаю или против? Если государство полностью закроет, или будет как-то ограничивать доступ к YouTube или к WhatsApp, какова будет ваша позиция? Ну, благодаря тому, что вы находитесь в Астане, вам лучше, конечно, спросить у представителей государства, но если бы я был представителем государства, я бы не пошел на то, чтобы что-то блокировать или уж тем более закрывать доступ вообще. Это путь прям вообще в никуда. И я думаю, я надеюсь, что наше государство, руководство нашей страны прекрасно это понимает и никогда на это не пойдет. Потом Александр Мырза, жалпы осы адамдарды қызықтыру үшін еліміздегі интернет жарнаманың объемы көлемі қанша? Мысалы, YouTube-тағы біз қанша миллионға шын таба алуымыз мүмкін? Мысалы, жалпы елдегі рынокта қанша ақша бар деген ғой? Интернет жарнамада. Интернет реклама. Ну, в интернет-рекламе Казахстана вообще всего около 25 миллионов долларов. Но основная эта реклама, она идет не для создателей контента, а для просто, для размещения рекламных полос в интернете, это и в социальных сетях, на сайтах. Для производителей контента, доходят копейки. Чтобы вы понимали, вот Сунгат мне не даст соврать, если вы 1 миллион просмотров наберете в YouTube, за этот 1 миллион просмотров YouTube вам в лучшем случае заплатит $300. Это не за сами просмотры платит YouTube, а он платит за количество той рекламы, которую он тебе разместит во время просмотра твоего ролика. Почему не согласны? Ну, это долгое объяснение, я не согласен. Ну, это правда, к сожалению. Мы сами, на всех наших каналах включена монетизация, мы видим средние наши доходы, мы понимаем, что для создателей контента это пшик, это ничего. И вот о чем я сегодня в первой половине дня говорил, сейчас Сунгат меня опять будет говорить о том, что я пытаюсь таким образом закрыть YouTube и продвигать КНБшные площадки. На самом деле есть экосистема i2, вот через которая как раз и создана для казахскоязычной аудитории, особенно в регионах, чтобы переломить вот эту вот тенденцию отношения рекламодателей, пренебрежительного отношения рекламодателей к казахскоязычному контенту. Через вот эту экосистему i2 как раз мы будем продвигать наш контент и монетизировать его, и чтобы наши казахстанские, казахскоязычные авторы получали достойную оплату за тот контент, который они производят. Негізі мына жиынды ұйымдастырушылар сәл дұрыс істемеген. Сұңғат пен Александр мырзаны қатар отырғызып қойды. Мен просто Сұңғаттың денсаулығы үшін сәл уайымдап отырмын. Ендікі бұл екі кісінің арасында ит пен мысық жүгіріп өткен, или не деуші еді? Мысық жүгіріп өткен бе, или ит жүгіріп өткен бе? Екеуінің арасында конфликт бар, біліп отырсыздар ғой, уже раздел бизнес, үлкен 25 миллион доллар деген оңай емес. Сол үшін Сұңғат мырза қазір айтары бар екен, келіспеймін деп отыр.
келіспеймін дегенде мен жаңағы $300 келіспеймін. Әрине енді орта есеппен айтқанда жыл бойынша мүмкін сондай шығатын шығар, бірақ ол контенттің өзіне байланысты. Жарайды, бұл енді негізгі сұрақ емес. Бағана ең басында қойылған сұрақ көп осы жердегі спикерлерге, Қазақстанда блогерлерге, видео жасаған кісілерге ақша табуға бола ма? Әрине болады, бірақ әр күнге ол әртүрлі ғой сумма. Мысалы, студент блогер ол $500 тапса қуанады. Ал егер мысалы оның жаңағы шығындарына қарағанда ол $500 ол үшін түк емес. Сол себепті бұл сұраққа кішкене басқа жағынан келу керек деп ойлаймын. Қалай екенін мен сізге кішкене толығымен жаңа жауап бере аламын, жаңа менің осыдан кейін болатын секцияда. Бірақ жалпы айтқым келіп тұрғаны, YouTube-та ақша бар. Және мына кісі айтқан сияқты, егер деген компанияның Қазақстан мемлекетінің кеп жатқан себебі Қазақстанда ақша табу мүмкін еместігі емес, ол басқа мемлекеттерде ақша табудың мүмкіндігі көп болғандан. Сұрақ қойылған. Давайте. Иә. Қайдан шықты сұрақ? Мектен. Менің сұрағым жаңағы Өркен Кенжебек мырзаның сұрағының жалғасы ретінде әлішерге қойылғым келіп отыр. Қазақ ютубына үлкен ірі компаниялар жарнама беру үшін ол ютубтың подписчигінің саны қанша болуы керек? Қай кезде бізге жарнама берушілер келеді? Екінші сұрақ Александр мырзаға, сіздің Сәлем Social компаниясына құйылған ақша өзін ақтады ма? Сначала Алишер, да? Айта кетейін, бұл жақта бірінші қазір Сұңғат айтып отыр ғой, бұл ең басты контентке қарайды. Контент бізде қандай? Мысалда ертең Рамбердиев деген бар, мысалы шапалақ шоуда ұрып жатыр ол жаққа, мысалда 1xbet барады ол жаққа. Но Coca-Cola ол жаққа бармайды, мысалда. Әр компания, мысалы бренд үлкен компаниялар, ол контент жақсы YouTube-қа барады. Сондықтан екіншіде ол подписчигіне байланысты емес. Подписчик мысалда 40 мың болуы мүмкін да, бірақ миллион просмотр болуы мүмкін, дұрыс па? Бірақ просмотр ол адам емес. Адам бірнеше рет қарай алады, ол просмотр там 2-3 болып кетеді. Охватқа қарайды. Мысалы статистика бар, өзі YouTube каналдың өзінің статистикасы бар. Үлкен статистикасы бар. Қанша адам қарайды, қай жақтан қарайды, қандай интерес бар деген сияқты осындайлардың бәрі статистикасын жинап компанияға беру керек. Мысалы интерес енді тематика бойынша айтылмайды ол жақта, бірақ та тоже жиналады. Вот. Осыған қарау керек. Я извиняюсь, можно я дополню? Вы сказали же как раз про Шапалак Шоу и про их сотрудничество с 1xbet. Из-за их сотрудничества с 1xbet все Шапалак Шоу на их YouTube удалили. И сейчас Шапалак Шоу — это наш проект. Они к нам пришли, просто говорят, из-за того, что YouTube ввел новые практики, все, нам не на что снимать этот контент, и теперь мы их финансируем. Жалпы ақша табу үшін ютубта екі жол бар. Біріншісі сәлемге барасыз, немесе тікелей жарнама табасыз. Жарнама табу үшін сізге не керек? Ол жерде подписка немесе просмотр маңызды емес. Мысалы, сен Қызылорданың блогерсің, сен сол жердің белгілі бір тақырыбы бойынша жұлдызысың. Яғни бүкіл Қызылорда сені таниды. Демек, сен сол Қызылорданың компанияларынан жарнама жасай аласың. Яғни Қызылордада ғана жұмыс жасайтын, бір доставка жасайтын компания тамақта, ол саған келеді жарнама жасау үшін. Өйткені Қызылордада сенен басқа адам жоқ. Сондықтан подписка, просмотр деген бір қатты маңыздылығы жоқ. Келсем негізінде қазір айта кетейін, жаңасымен өте қатты келсем. Жақында ғана Choco Family-мен кездесіп реклама туралы сөйлескенбіз. Оларға мысалда айта кетейін, ертеңге жақсы болады. Әр мысалы Тараз, Қызылорда, Шымкент өз қаласына өз контентін жасаса жақсы болушы еді. Өйткені неге? Біз реклама арқылы бизнес өседі. Реклама арқылы. Choco Family мысалда Таразға кіргісі келіп жатыр, бірақ тояқтағы блогерлар табылмай жатыр да, мысалда біз арқылы қазір блогерларды алып жатыр. Тараздікін. Тараздан шыққан блогерлерге берсе болады ма? Иә, сол Тараздың блогерларын алдық та өзімізге қарай өте қазақи блогер болғандықтан біз сол Шымкент, Тараздікін аламыз да, өте Қызылорда бәрі қазақ тілінде сөйлегендіктен соларды алып, соларға беріп жатыр. Өйткені қазір көріп отырсыз, Glovo бәрі кіріп жатыр да, сол үшін Choco Family, Choco Food бәрін сол жаққа қазір рекламасын беріп жатыр. Тамаша, Александрға қойылған сұрақ, жауап бересіз ба? Инвестициялар ақталды ма? Оправдано ли были? Оправдано, не дышит. Я думаю, мне нужен еще год, чтобы их полностью оправдать. На сегодняшний день для нас один просмотр обходится в 3,5 тенге. Если брать полностью вот наши объемы огромные, когда мы через год выйдем когда у нас один просмотр нам будет стоить 1 тенге, все, мы вышли полностью на тот уровень, который нам нужен. А вот біз қызғанатындай бір факт айтыңызшы, осы кезге шейін қанша инвестиция салынды Сәлем Social'ға, чтобы мы ахнули? Деп. Сколько миллионов долларов, не знаю, там, миллион вон или йен, сколько? Не государственных денег. Вы же бизнесмен, вы же должны знать
Платите мне одну У нас нет ПТС, вы нас путаете с государственным телевидением. Ну, на самом деле, точных цифр я не могу назвать, потому что это закрытая информация, коммерческая информация. Ну, для примера могу сказать, что на те деньги, на которые мы существуем уже вот ровно 2 года, один канал, государственный или частный, республиканский, просуществовал бы, ну, максимум полгода. Вот самый максимум полгода. Они бы во всем себе отказывали, ну, полгода они протянули. Поэтому те инвестиции, которые требуют контент в интернете, они несоизмеримы с затратами на традиционное телевидение. Вот и нам много рассказывают представители ТНС и телекомпаний про то, что у нас в Казахстане люди смотрят телевизор. Я в это не верю. И поэтому я считаю, что те деньги, которые сейчас жгут просто на костре радиотелевидения в Казахстане, это деньги, потраченные впустую. Если эти деньги направить на развитие контента, особенно казахскоязычного контента в интернете, поверьте, эффект был бы колоссальный для всей страны. Драка состоится после секции. Телевизияның басшылары болса, өзі біз ана дучка таңғаламыз ғой, осы елдердің ақшасын қалай үй алмай сұрайды. Жаңа бір негізі кез келген қазақтың таксисті дуч қой өзі. Отырсам болды, руың қандай, неге үйленбей жүрсің, үйленсе неге бала тумай жүрсің, может дұрыс жасамай жатқан шығарсыңдар десе де, и айлығың қанша деген секілді. Айтайын деп отырған, міне менен де дуч шықпады, айтпады. Александр мырза сол кезде қанша сұхбатын көрдік, осылай сытылып қашып кетеді дегенсіз бе? Ойнап айтамын. Жанасыл мырза бір сұрақ қойын, сосын біз уже Әсет мырзаға сұрақ қойын. Қалаулым жобасын Сәлем Social бір ақша төлей ме қалаулым жобасына? Қалаулым жобасына Сәлем Socialдың байланысы бар ма? Нет, Сәлем Socialдың. Между Сәлем Social и Қалаулым скрытые явные связи есть или нет? Қалаулым. Қалаулым шоу? Да. Нет, конечно. Сұрақ қойған. Жақсы рахмет. Ал сұрақ қойыңыз. Соңғы сұрақ. Саламатсыздар ма? Есімім Ақбота. Мен Игорь мырзаға сұрақ қойғым келеді. Жалпы балалар шығармашылығы деген өте бір тонкий мәселе ғой Қазақстандағы. Өзім балаларым Алла көсетіп көреді. Рахмет бірінші сол үшін. Енді тілі шығып келе жатқан балалардың барлығы Маша Медведевтен бөлек қазір Американың мультфильмдерін көріп жатыр, тілі енді ағылшынша шығып келе жатыр. Бар деп ойлаймын, сөйтіп балалар тілі ағылшынша шығып келе жатқанда. Енді бізде мысалы әрпін үйрететін әліпбилер жоқ та ютубта. Қарапайым, мынау қой, мынау алма деген сияқты. Сондай дүниелер жасаса деген ұсыныс бірінші. Екінші, сіздер мемлекеттің тарапынан қаржыдан бөлек қандай тағы да қолдауды күтесіз, қандай қолдау сізге керек? Одан бөлек балапан телеарнасында осы алдар көрсетілді ма? Мен балаларым өмірге келгеннен кейін бар балапан телеарнасы қосылатын болды біздің үйде. Ол жерде Хайди деген жаттап алдық бәріміз. Басқа қазақша мультфильмдер тапшы ол жерде. Ютубта тұр ғой бәрі. Ютубта түсіп тұр ғой. Балапан телеарнасында көрсетілді ме? Алдар көрсетілді. Игорь Краус мырза, если что, есть один человек, который вам хочет внести вклад Извините, в материальной что форме. в каждой бочке затычка. Подписывайтесь на канал в Ютубе, называется Салем Тай-Тай. Мы делаем казахскоязычный контент специально для детей. Мне вопрос был задан. Игорь Мурза? Мы сделали первый шаг. Вот мы сделали первый шаг. Мы сделали первый шаг по производству мультфильма на казахском языке. Да, в Казахстане, и массово начали делать. Мы сделали первый шаг, 32 мультфильма мы сделали в конце 2018 года, за 3 месяца мы сделали 32 фильма. Что, я не нажал кнопку? Нажато. Ну, то есть у нас есть на канале каждую букву, 32 буквы, 32 персонажа. Каждый персонаж представляет букву. Мы начали это дело, но сейчас латиница, она... Как? Например, Ваши мультфильмы показывались на телеканалах Балапан? Нет. Наш мультфильм первым, кто купил, да, это был Балапан. Вообще, Балапан. В 2010 году, да, я пришел на канал и сказал, возьмите, просто так, да, я не хотел ни денег, ничего, возьмите, чтобы люди посмотрели, чтобы отзыв какой-то я получил. Да, мне говорят, а что предлагаешь так, давай мы купим.
Да, и купили серию за $500, по-моему, год или 2 года без лимитного показа на канале. Да, затем Астана, ну на самом деле и 31 показывал, и Астана, ну меня знают, наверное, по телевизору тоже больше, чем даже по Ютубу. Ну, Игорь Мырза, сөзін түсіндіңіздер ғой, өзі бастаған кезде былай бастайтын. Балапан в какой-то момент он перестал обращаться, что ну каждый год они обращались, потому что ну, есть что, хотя с вопросом есть что-то новенькое, да? Я говорю, на то, что есть ли что-то новенькое, давайте сделаем. Нет, таких ресурсов нету. Я предлагал всем каналам. А может быть мы объединимся каналами, да, каждый даст по какой-то сумме и будет контент. Да, именно казахскоязычный, национальный контент. Игорь Мырза түсінікті өзі. Игорь Мырза бізден шыққан бір алғашқы космонавтар секілді сөйлейді екен. Мен бірінші болып деген көрдіңіздер ғой, қандай сұрақ қойса да ойнап айтып отырмын. Қазір тоқтай тұрыңыздар. Әлішер Мырзаға соңғы сұрақтардың бірі, неге бізде өзі қазақ кез келген мәселені айналып өткен жақсы көреміз да? Мысалы, мен ана гаишникті былай алдап кеттім, ана Кассиванктың кредит алып едім, былай жолын таптым деген секілді. Жалпы ютубты біздің былайша айтқан сексияның екінші аты қандай? Как обмануть YouTube былайша айтқан кезде. YouTube бізге бір жасанды интеллектпен бір жаңағы жарнамамызды алып тастайды, бөгеттер қояды. Біз қалай сонда да сол жерден үйде жатып ақша тапсақ болады? Осыған тағы бір нақтылап кетіңізші, нақты бір. Иә, оның алдында қазір Александр айтып кетті ғой, қазақ тілінде мысалы жарнаманы көрсете алмаймыз деп. Негізінде мен өзім осының алдында ЗТБ-мен жұмыс істей бастаған кезде, ЗТБ әр көтерілердің алдында мен бизнес бастауда директор болып жұмыс істедім, маркетинг отделінің. Сол жақта біз қазақ тілінде осы 2019-ға дейін әлі күнге дейін реклама жарнаманы жіберіп жатыр YouTube арқылы. Бірақ ол бір рет, екі рет, үш рет жіберіп сөйлесу керек. Өзі менеджердің, YouTube менеджерімен сөйлесу керек. Сол кезде ол жарнаманы алады. Мен осыны айтқым келген еді, өткенде бағана қозғаған кезінде осы теманы. Және де басқа да тематиканы айтып жатыр ғой, қазір ДТП, мынау деген сияқты. Бұның бәрін ютубтан басқа, мысалы ютубтың ақшасы да келеді ол жаққа да. Бірақ та мен ойымша қазір біз если ютуб қазақ тілі жоқ, ойбай жоқ кеттік деген ойда болмау керекпіз. Неге? Өйткені біз Қазақстан елі, если біз ютубқа айтпасақ, біз бар екенімізді, біздің қазақ тілімізді олар қабылдамаса, қабылдату керек оның деп ойымда. Өйткені жаза беру керек менеджерлермен, потребность дейді ғой қазақша, орысша. Қажеттілік жоқ оларда. Сол үшін қажеттілік пайда болу керек. Соларға жазу керек, айту керек, соны сөйлесу керек. Біз мысалы Фейсбукпен сөйлесіп жатырық. Қазір қазақтың теңгесі бар ғой. Мысалы Россияда рубль бар да. Таргет жіберген кезде рубльмен жібереді. Қазір Фейсбукпен сөйлесіп жатырық, теңге Фейсбукта шығу үшін. Сондықтан ютубпен де сөйтіп сөйлесу керек та. Бұл жақта ойбай ютубқа контент жасамаймыз, басқа социальный сет ашылады қазір, соған давай жасайық деген сияқты ондай болмау керек. Ютубқа да жасау керек, әр тематикадан қорықпау керек. Басында болмайды, бизнес сондай ғой, басында болмайды, артында болады. Біз сияқты адамдар бар, басқа адамдар да бар, компаниялар көп. Жыламаған бала емшек қайда? Иә, вот соны. Ютубты саунаға апарып шай беру деген әңгімені айтып кетті. Бір-екі сұрақ, сосын, Қолыма менің микрофон түсті. Міне, мына кісінің қолында екен микрофон. Әлішер Мырза, сізге сұрақ мынандай. Арамызда кәсіби журналистердің қатарында отырған адамдардың ішінде біреуі білмей отырғандар бар, біреуі біліп отырғандар бар. Сонда да ұялып сұрай десе де ұялып отырған адамдар бар. Солардың сұрақтары мынандай. Неге ЗТБ мағынасы қандай? Оны сіз сол жөнінде және каналыңыздың біраз тарихын айтып кетсеңіз. Не деген мағынаны білдіреді? Себебі сәлем сошылда көбі сәлемді сошылда болып тұр. Анимабутқа сұңғат Мырза жәнегі Игорьға ұсынысын берді. Мүмкін бренд атын өзгертесіз бе деп. Енді сіз ЗТБ деп бәріміз де білеміз, бірақ арамызда ол не деген мағынаны білдіреді, соны туралы біраз айтып кетсеңіз. Ішінде боқтық сөз жоқ па деген ғой? Жоқ, боқтық сөз жоқ. Ол бүйтіп басында біз ашқан кезде, ол 2011 жылы барлық балалар, жас балалар енді бүйтіп за тебя бәке дейтін дейші. Мысалды біз үлкен кісілерге біз қолдаймыз деген сияқты за тебя бәке. Содан шыққан ЗТБ деген. Қазір біз ол уже аттан кетіп жатырық. За тебя бәке деген болмайды. Өткені бізде қазір Қазақстан емес қазір. Бізде қазір жаңа Қазақстан. Сондықтан біз за тебя бәке деген сөзді алып тастадық та The Kazakh Drama деп аталады. Это біздің Головкиннан шыққан сөз. Сөйтіп аталамыз қазір. The Kazakh Drama. ЗТБ The Kazakh Drama.
Это. сұрақ Ол Головкин біздің бірінші брендіміз болғандықтан біз олармен сөйлесеміз ғой, сондықтан вот драма дейді ғой, биг шоу драма. Бізде бар жоғы 16 минут қалыпты, сол үшін бір 2-3 сұраққа қысқа жауап берсек, одан кейін 1-2 тренд бар. Сіз содан кейін ана қыздың қолы уже аспанға жететін болды, қолын көтергеннен. Пайдалы жұмыс жасауға, қаржы салуға мүдделісің, өздеріңіз қалай дейсіздер? Егер сіздерге келіп ұсыныс жасаса, мен осы пайдалы видео түсіремін, сіздер сатып аласыздар ма деген сияқты, әрі қарай жалғастырып Мен айта кетсем бола ма? Сіз пайдалы видео түсірсеңіз, бізге сөйлесе аласыз, бізге келіп айта аласыз. Біз оны сатып алмаймыз, сіздің контентіңізді, каналыңызды, сіз өз каналыңызды өзіңіз жүргізесіз. Өйткені қазақ тілінде біз не үшін біз сондай қазір позиция алдық, біз орнымыз сондай. Неге біз реклама тауып береміз? Өйткені қазақ халқымызда блогерлар да көбею керек. Олар мысалы айтады, бізде блогер контент жасайтын адам жоқ дейді. Блогерлар контент жасап жатыр, көп контент жасап жатыр. Бірақ оларға дұрыс контент жасамайды. Олар кейбіреулері шапалақшылау жасап кетеді, қуып болып кетеді. Вот пайда жасап жатсаңыз, біз сізге көмектесе аламыз. Бізге осындай пайдалы контент жетіспей жатыр. Сізде 3 жол бар. Біріншісі Александр Руске келіп құл боласыз. Құл емес андай тырнақшаның ішінде үйіңіздің доғырын, машинаңыздың доғырын бәрін беріп қоясыз. Самый верный вариант, наверное, прийти в Салем. Или екінші жолы партнер компанияларға барасыз, или өзіңіз видео жасап, просмотр осы видео отырып отыра береді. Басқа жол жоқ. Екінші сұрақ, мына қыздың қолы, оң қолы, сол қолынан ұзын болып кетті, сол үшін. Қазақ халқынан кешіріңіз дегенсіз. Айта беріңіз, айтамыз. Вопрос вот в чем. Спасибо. Мы сегодня говорим о детском контенте, мы говорим о YouTube-платформе. Вы каждый профессионал в одном инфополе, в одной платформе, в рамках одной платформы. Да? У меня больше не вопрос, у меня больше предложение. Может быть, откинуть все эти вопросы по монетизации, денежные и так далее, и вам вместе создать какой-то отдельный проект для детей наших потомков. Может быть, сотрудничать с Аней Бабуком и с ТТБ и сделать вирусные мультики, чтобы не все дети... Мы открыты тоже. Извиняюсь, ну на самом... Может быть, это утопия, но я вас объясниться. Не, на самом деле Салем Social Media делает не только Караим Кайрат. Просто у нас аудитория, вы не целевая аудитория канала Салем Тай-Тай, но на самом деле наш первый ролик на Салем Тай уже набрал почти 9 миллионов просмотров. Мы делаем детский контент, мы его делаем под интернет-формат. То, что вот делает, это все-таки телевизионный формат, он дорогой. Интернет-формат он другой. Мы делаем детские ролики на казахском языке, очень качественные, подписывайтесь, ваши детки смотрят. Осы жылы может появиться компания Салем Краус Медиа, например, такая? Өркен аға, мен айта кетсем, осы сұраққа. Да. Осы сұраққа айта кетсем, біз мысалы қазір осы сессияның алдында Игорь ағамен сөйлесіп, біз оған поддержка беретін келістік қазір бірге жұмыс істейміз. Все, Игорь мырзаны алып кетті. Последний, мына сандуға шыққан. Қайырлы күн, әріптестер. Мен Игорь мырзаға қойып кетті, пікір бермес бұрын, білмейтін шығармын. Алдар көрсе анимация осы жерде сөз болған, жаңағы өзінің алғашқылардың бірі болып жасадым деп отырмыз. Аудиториясы неше жасқа арналады? Дети. На самом деле... Это понятие достижимо. Секундочку. Қараңыздар, анимация, яғни анимация салынған дүние барлығы балаларға арналған деген түсінік жоқ. Анимация взрослый деген нәрсе бар. Дәл осы алдар өтеген сайттар, мысалға мен ересек адам ретінде, просто бала емес. Ересек адам ретінде көремін, қызығып көремін, тежеректе көремін, мысалы. Бірақ оны балаларға ешқашан көрсетпесе, өйткені мазмұны деген мүлдем басқаша. Ол жерде қарыз алу, өсім, бірін алдау, бірден басы бұзу болмаса, міндетті түрде байлардың барлығы арамы, байлардың барлығы жаман, қатыгез, сараң, уаздай, тоқалалу сияқты мәселелер бар. Егер осында көрген болсаңыздар, мен барлық сериясын қарап шыққан адам ретінде айтып отырмын. Сондықтан да анимация екенде оның барлығын балаларға ұсына беруге болмайды деп айтар едім. Және ата-аналарға осы тұста да қарыз, сіздер мен өзіңіз көріңіздер YouTube'тен қандай да бір анимация қойып балаларға көрсетпес бұрын
келген жерден басқа жердің бәріне кірсем, менің ойымша, сіз не дейсіз, Игорь Краус мырза? Вас только обвинили. Қысқаша айтқан кезде. Вы меня зря обвинили, да, то, что вы там усмотрели какие-то вещи, это чисто опять ваш взгляд. Да, извините, если вас обидело это как-то. Но... А вы вообще читали перевод на русском языке казахских материалов до этого, то есть критику? әңгіме болай бұрмалауның қажеті жоқ. Жоқ, түсініп ойлаймын. Просто маған наоборот қызық, ұнайды ресей адам ретінде. Ол балаға арналған дүние. Осыны айтып мен осы жерде жасауға Если что-то сделали, то сделали это случайно и не без злого умысла на самом деле. Все... Случайно что-то делать. Я как мать говорю. Я как гражданин, что как мать говорю. Все, Игорь Мурза, ваши последние слова, 10 секунд. Согласны? Да, я согласен с критикой, которая есть. Да, есть плохо, есть хорошо. Если бы мы делали это долго и долго, у нас не было бы таких проблем, да, у нас качественный контент был, мы бы внимательно бы относились. Мы делали эти фильмы в течение 1 недели. У нас не было времени, мы были сжаты в сроки, все это делали. И да, где-то мы, наверное, что-то допустили еще без... Игорь Мурза, вы не обижайтесь, это просто журналист, и так созданный Богом. Последний вопрос. Обижаться не за что. Ой, екі микрофон бұл көт. Так, это было... Кратко. Извиняюсь. Потом. То, что мы делаем, определяет аудитория. Если аудитории канала Салем Тайтай нравится озвучка песни «Аю», если он набрал больше 8 миллионов просмотров, значит детям это нравится. Дети — это наша аудитория, она определяет, что ей нравится, что нет, они взрослые дяди. Это первое. Нет, я вам еще раз говорю, если контент мы видим, что он заходит на ту целевую аудиторию, в которую мы целимся, мы не будем приглашать 30-летних дядь и спрашивать, как ты думаешь, это зайдет для детей или нет. Все определяют дети. Они наша аудитория в этом контенте. Келесі сұрақ. Игорь Краус. Он айтылды. Аха. Обращаться с материалом. Махмуд Джамабаев
Вы можете написать на наши аккаунты в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе. Мы всегда отвечаем. Мы ищем веб-сериалы. Сейчас это наш локомотив всего производства. И веб-сериалы мы ищем. Мы ищем авторов, талантов, казахскоязычных сценаристов. Вы знаете, казахскоязычные сценаристы — это прям самый страшный дефицит в Казахстане. Они на схват зарабатывают хорошие деньги, очень мало. Если вот вы рассматриваете в будущем интернет-контенте, если вы пишущий человек, учитесь написанию сценариев. Это вы не останетесь без работы никогда. Жұмабай, сұрақ. Мырза, түсіндік. Келесі соңғы сұрақ. Өйткені егер мен осы секторды дұрыс жүргізе алмасам, мен гонорар бір плов әдетілген, егер бір даже одан да айырылып сол үшін өте тез. Егер мырза қоймай қойыңызшы. Мен сұрағым Игорь Краус мырзаға, сонда бірінші сұрақ. Сіздің негізгі ынта шабыт неде? Осы алдар көсеге арналған жобасында. Екінші, сіздің алдар көсе, яғни қазақтың ертегілер әзірлеген кезде сіздер қазақ ұлттық этнопсихологиясын білетін мамандар сізге консультация берілді ме? Два вопроса, уважаемый Игорь Краус. В чем ваша главная мотивация при создании этого канала? Второй вопрос. Вы консультируетесь с профессиональными специалистами в области казахской психологии, этнопедагогики, Нет, не советуемся. Нет, не советуемся. Мы делаем сказки сами, мы их пишем сами. У Алдара Косе это 12-15 историй. У нас же Алдара Косе 85. Мы сделали казахские сказки. Мы получили за это президентскую премию за вклад в культуру Казахстана. Вы говорите о том, что и советуемся, и не советуемся. Не можем делать, к примеру, фильмы для Швеции, консультировать шведскими специалистами в области национальной Швеции? Безусловно, конечно, это нужно, да. В команде работали не только я и брат, в команде работали и казахской национальности ребята, поэтому это делалось совместно, и никаких нареканий-то не было. Все здорово, затем, то есть переводили этот текст, затем актеры его адаптировали, да, чтобы народный язык был. И Возможно, это
в эфире, вот что у меня было. И я это делал вот просто с конвейер. Один одно, другое, третье. Количество важно. Качество придет, или как сказать уже, пришло бы потом, потому что оно до сих пор не пришло, потому что конвейер остановился. Игорь Мырза, готов. Я понял. Самое главное, я понял, остальные потом я объясню. Соңғы сіздерге қойылатын бір сұрақ, каждому по 10 секунд, возможно 5 секунд. Что будет трендом? Осы 2020 жылы не нәрсе тренд ютубта? Мына журналистерге қандай контент жасаса болады? Секіру керек па, билеу керек па, не істеу керек? Что будет трендом? Да. Веб-сериалы. Сериалы. Давайте кеттік, тоже минус веб-сериал, тренд болады деп ойлаймын. Веб-сериалы. Игорь Краус Мырза. Мультфильмы, ну, с поддержкой государства. Понятно. Дайте мне 1 тенге за просмотр, и я сделаю море мультфильмов. Один тенге просмотр. Понял. Жанасыл Мырза. Актуалды жаңалықтарға жасалатын жылдам абзалдар. Жұрттың басы Жылдам арада, ал кеше авария болды, сен 1 сағаттан кейін ол нәрсені ютубқа салуың керек. Біздің журналистердің қолынан келеді. Тек жылдамдық әдемі барынша техникалық білім қолданады. Енді біз журналистердің алып отырғаннан кейін веб-сериалдар деген кішкене басқа категорияда болады. Прямой эфирлар, тікелей эфирде ең шынайы ақпарат. Эфирде ең шынайы ақпарат. Біздің секциямыз тікелей эфир ютубта ешқашан тренд болмайды. То есть мен біраз болып шетелдік радио, бірақ именно қазақ аудиториясында тікелей эфир өтпешінен келмейді. Бұл енді ең керегін өздеріңіз аласыздар, қандай формат дұрыс екенін. Қазір 3:45, қанша болды? Сағат 3:41 кетті, бір 2-3 минут деген кофе беріп бастады, 20 минут. Содан кейін білесіз ме? Бағана бері сөйлеп отырған Сұңғат Мырза 1,5 сағат бойы бірінші секцияны жүргізеді, YouTube платформасындағы жұмыс жүргізу. Бір 15 секундқа жарнама жасай кетіңізші, қазір сіздер кофе брейк деген, сіздер неге Сұңғаттың секциясына келулеріңіз керек? Біріншіден, егер отырған жеріңдеріңіз ұнап тұрса, отыра беріңіздер. Екіншіден, сіздер YouTube туралы бүкіл ақпараттың барлығын 1,5 сағаттың ішінде сіздерге жиып, ауыздарыңызға салып беремін. Ғалымжан Оразымбет қайда? Ғалымжан Оразымбет, Шыңғыс Уәлихан. Екінші секция осы жігіттердікі болады, ол мынадай: бауырсақ пати бюджет үшін нешеге түседі? Бұл мемлекеттік сатып алу сайтындағы не нәрсеге мән берген жөн? Жалпы мемлекет ақшаны дұрыс істеп жатыр ма, әлде бізден басқа ақшаны өздерінің жаңағы құлқынына или қалтасына жеп жатыр ма деген әңгімені осы жігіттен тыңдайсыздар. 30 секунд. Рахмет, Өркен. Қайырлы күн барлығыңызға. Бізде қазір секциямыз 4-ші залда болады. Бұл жерден көрінбейді, шықсаңыздар көресіздер. Бізде негізгі қазір актуалды күннің бойы айтылып келе жатқан мәселелердің бірі бұл салалық журналистика. Біз осы мемлекеттік сатып алу саласы, мемлекеттік бюджет саласында зерттеу жүргіземін, осы салаға маманданам деген әріптестеріңіз болса, сол жаға шақырамыз. Өте қызықты, дәл қазір сіз күтпеген сатып алу жұмыстары болуы мүмкін. Мәселен, Астана опера жылына қанша соғым жейді деген сияқты сатып алу шаралары бар. Егер қызық болса, кіріп қатыссаңыздар болады. Және форматы жеңіл, ойын түрінде және танымды форматты өткізуге тырыстық. Сіздер сол жаққа шақырамыз. Рахмет. Осы Ғалымжан, тоқтай тұрыңыздар. Бір анекдот айтайын дегенсің бе? Баяғыда қазір шыны керек әйел психологтары көбейіп кетті ғой, Айнұр Тұрсынбаева әпкемізден бастап дегенсің бе? Құралай ханым айтпашы, Айнұр Тұрсынбаева, Құралай ханым бүкіл YouTube аккаунтын анау жүргізеді, Жанасыл деген, бүкіл подписчиктерді сол жинап беріп жатыр. Сол әйел психолог бір күні бір ауылға келіп сабақ беріп жатыр дейді, енді бүйтудінде жаңағы жатыр энергиясын іске қосыңдар, енді мықты болыңдар, анау деген секілді. Ең соның былай аяқтап жатыр дейді да: бүгіннен бастап арманмен жатып мақсатпен тұрыңдар. Бүгіннен бастап арманмен жатып мақсатпен тұрыңдар. Сөйтсе бір әйелдің екі көршісінің аты да біреу арман, біреу мақсат деген, соны екінші әйелге айтады дейді: мынаны күйеуім естіп қоймайсың, қалай басымын жұлып алды ғой, арманмен жатып мақсатпен тұру. Вообще түсінбеген ғой семинардың мақсатын. Сол секілді бүгіннен бастап YouTube жайлы арманмен жатып мақсатпен тұрыңыздар. Гай Кавасаки деген бір ақылдының сөзі бар: ақша тапқың келсе дейді, бірінші сол ақша кімнің қалтасында екенін біліңіз дейді.
екінші сол ақшаны қалай алу керектігін жолын іздеңіз дейді. Болды, басқа мәселе жоқ. Сондықтан да бүгінгі ютубтағы трендтер деген әңгімеміз аяқталуға тәмам. Трендтер не болды сонымен? Тікелей эфир, актуалды нәрселерге жылдам комментарий жасау, веб-сериалдар. Енді шамаларыңыз жетсе, бірақ енді оған мен енді үлес қоспаңыздар дегім келеді. Әрине юмор, жаңағы жалаңаш шешіну, енді кім шешіне алатынын өздері біледі. Ол и так та ол сектор дамып жатыр. Енді сіздер ақылды білімді адам болғандықтан бағана айтылған технология, білім, ғылым саласына барынша көз салсаңыздар, күш салсаңыздар деген ниет. Қазір сіздерді 15 минуттық кофе брейк, сосын бағана сіздерге жарнамасын айтқан, не сұңғатқа барасыздар, не ғалымжан қаласыздар, не үйлеріңізге қайтсаңыздар болады. Сол, сау болыңыздар, аман болыңыздар, рахмет. Алла жар болсын. Знаете, просто название «Сонный режим», то есть главный критик. А в этом вообще мне Сейчас.